Психологтардың айтуынша, адамның шынайы деңгейі қиындық кезде емес, біреудің жетістігін көрген кезде байқалады. Мысалға, бай адамды көргенде бір адам ойлайды: менің де қолымнан келеді, ананың қолынан келгенде мен де осыны жасай аламын деп айтады, ойлайды. Ал екінші адам мынандай реакция береді: оның ақшасы көп болған шығар, оның таныстары бар шығар, оған оңай болған шығар, оның жолы болып кеткен шығар деп себеп іздей бастайды. Екі адамда бір нәрсені көріп тұр, бірақ біреуі мүмкіндікті көріп тұр, ал екіншісі сылтау іздеп тұр. Егер сіз сондай адамды көрсеңіз, сіз оның жетістігін қызғанбаңыз, керісінше оны бақылаңыз, үйреніңіз, сұрақ қойыңыз. Өйткені адамды қызғаныш әлсіретеді, өшіреді, ал қызығушылық керісінше өсіреді. Енді осы жайлы психологиялық мықты сабақтар алам десеңіз, өз-өзіңізбен жұмыс істеуді үйренгіңіз келсе, бізде сізге көмекке 200-ден астам тегін сабақтар дайын тұр. Алам десеңіздер, мархабат, комментарийға тегін сабақ деп жазыңыздар, немесе профильде сілтеме тұр, сол арқылы да өтуге болады. Ал маған тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз.